Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін тең берілі үшбұрыштар тақырыбына есептер шығарамыз. Бірінші тапсырманы қарастырайық. Бізге АБЦ үшбұрышы берілген. А төбесіндегі сыртқы бұрышы 118 градусқа тең, ал НБЕ бұрышы 62 градусқа тең. Осы үшбұрыштың тең берілі үшбұрыш екендігін дәлелдеуіміз керек. Тең берілі үшбұрыш деп екі қабырғасы тең үшбұрышты айтады. Ал біз тең берілі үшбұрыштың табанындағы бұрыштары тең болатындығын білеміз. Немесе егер үшбұрыштың табанындағы бұрыштары тең болса, онда ол үшбұрыш тең берілі болады. Қазір біз осы үшбұрыштың табанындағы бұрыштарын таба аламыз. Олай болса, А және Б бұрыштарын тауып тексеріп көрейік. Біз көріп отырған ДАЦ бұрышы мен САБ бұрыштары сыбайлас бұрыштар. Олай болса, САБ бұрышы 180 градустан ДАЦ бұрышын азайтқанға тең болады. Себебі біз сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең екендігін білеміз. Ендеше 180 градус азайтылған 118 градус тең болады 62 градусқа. Сонымен САБ бұрышы 62 градус болды. Енді СБА бұрышын табайық. Бұл бұрыш МБЕ бұрышы менен вертикаль бұрыш екенін көріп отырсыздар. Ал вертикаль бұрыштар бір-біріне тең болады. Ендеше Б төбесіндегі бұрышы да 62 градусқа тең. Сонымен біз АБЦ үшбұрышының табанындағы бұрыштарының тең екендігін білдік. Олай болса, бұл үшбұрыш тең берілі үшбұрыш болады. Енді келесі тапсырманы қарастырайық. Екінші тапсырма. Табаны АС болатын тең берілі АБЦ үшбұрышының БД медианасы жүргізілген. Егер АБЦ үшбұрышының периметрі 50 метр, ал АБД үшбұрышының периметрі 40 метрге тең болса, БД медианасының ұзындығын табыңыздар. Сызбасын салдық, АБЦ үшбұрышы, БД оның медианасы. АБЦ тең берілі және АС табаны, ендеше АБ мен БЦ бұл бүйір қабырғалары болады. Сонда АБ БЦ-ға тең. Енді БД медиана болғандықтан АД кесіндісі мен ДЦ кесіндісі тең болады. АБЦ үшбұрышының периметрі 50 метрге тең. Ал үшбұрыштың периметрі ол үш қабырғасының қосындысына тең. АБ қосылған БЦ қосылған АЦ-ға. АБ мен БЦ тең болғандықтан біз АБ қосу БЦ дегенді екеселенген АБ деп жазсақ болады. Екеселенген АБ қосылған АЦ бұл 50 метрге тең болады екен. Ал АБД үшбұрышының периметрі ол АБ қосылған БД қосу АД-ға тең. Ал АД кесіндісі мен ДЦ кесіндісінің тең екенін білеміз. Бұл АЦ-ның жартысы, ендеше АД-ны біз 2/1 АЦ деп алуымызға болады. Олай болса, АБД үшбұрышының периметрін былай жазайық. АБ қосылған БД қосылған АД-ның орнына 2/1 АЦ-ны алам. Бұл тең болады 40 метрге. Біз осындай екі теңдік алдық. Осы екі теңдіктен БД-ны анықтауымыз керек. АБД үшбұрышының периметрін екі еселеп жіберейік. Яғни теңдіктің екі жағында 2-ге көбейтейін. Екі еселенген АБ қосылған 2 БД қосылған 2/1 АЦ-ны екі еселесек, АЦ-ның өзі болады. Тең 80-ге. Ал АБЦ үшбұрышы периметрінен
2 АБ мен АС-ның қосындысы 50-ге тең екенін білеміз. Ендеше мұндағы 2 АБ қосылған АС-ның орнына 50-ді жазайықшы. Сонда 50 қосылған 2 БД тең 80 деген теңдікті аламыз. Осы теңдіктен 2 БД-ны тапсақ, ол 80 азайтылған 50-ге тең. Яғни 2 БД 30-ға тең болады. Осыдан БД медианасының ұзындығы 30 бөлінген 2, яғни 15 метр болатындығы шығады. Сонымен жауабы 15 метр. Оқушылар, біз бүгін тең берілі үшбұрыштар тақырыбына есептер шығардық. Енді үйден мына есептерді өздеріңіз шығарып, сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.